Отбасымызда 4 қыз едік. Әке шешеміз қарапайым жандар болатын. Әкем бізді ерекше еркелетіп өсірді. Ешқашан анама неге ұл тумадың деп ауыр сөз айтып көрген емес. Керісінше бізді мақтанышпен қарап, ертең 100 еркекке татитын намысшыл қыздар болып өсесіңдер деп жігерлендіріп отыратын. Әкемнің осы бір сөзі біздің санамызға бала күннен сіңіп, жүрегімізге сенім мен намыс отын жақты. Біз өзімізді ешқашан кем санамадық. Әрдайым әкеміздің үмітін ақтау үшін тырысып өстік. Кішкентай кезімізде әкемнің қолынан ұстап ауылды аралағанда әрбір сөзі, әрбір мақтанышы бізге қанат бітіретіндей көрінетін. Анамыз да бізді нәзік қылып емес, қайсар қылып тәрбиеледі. Қыз баланың да орны төрден екенін ұғындырып өсірді. Әжеміз қанша тырысса да, анам мен әкемнің арасына жік сала алмады. Әкем өмірде өз шешіміне берік, біреудің сөзіне ерік бере салатын жан емес еді. Әжем үйге келген сайын жүзінен алаңдаушылық байқалып тұрады. Сол күндердің бірінде төрге озбай, табалдырықтан әрлі-берлі жүріп, ұрпағымды жалғастыратын екінші әйел ал деп ашуын ішіне сыйдыра алмай даусын көтеріп айтып салды. Әкем болса әжеме қарсы бір ауыз сөз де айтпады. Жанында отыра қалып, басын сәл төмен салып, сабырмен тыңдады. Көзімен ғана терең ойға шомып отырғаны байқалып тұрды. Анасын сыйлағаны шығар, сөз қайтармады, қарсы келмеді. Әжем ашуын ақтарып болып, көзі жасаураған күйі есікті сәл тарс жауып, үйден шығып кетті. Үй іші үнсіздікке көміліп, ауыр тыныштық орнады. Әкем сол күйі терезеге ұзақ қарап отырып қалды. Біз бойжетіп қалғанбыз. Үйдің 3-ші қызы едім. Әпкелерім менен 5-6 жас үлкен болады. Бәріміздің тірлігіміз әкеміз еді. Ол бізді оқытып, адам қылам деп бар күшін салды. Әкем үшін бізден қымбат ештеңе жоқ сияқты көрінеді. Бірақ тағдыр өз дегенін істемей қоймады. Мен мектеп бітіріп оқуға түсем деп дайындалып жүрген жылы әкем кенеттен көз жұмды. Ешқандай ауру белгілері де болмаған. Бәрі бір күнде болды. Бір күнде біз тірегімізден айырылдық. Ол күн біздің жүрегімізге ауыр із қалдырды. Әкем кеткен соң анам тіпті тарығып қалды. Өз алдына отбасы болып кеткен әпкелерімізге алақан жайған жоқ. Қиындықта жалғыз күресті. Мен сол кезде шешім қабылдадым. Анам мен сіңілім үшін өзімді құрбан етемін деп. Оқуға тапсырмадым. Жұмыс істеуге бел будым. Үлкен әпкем үлкен қалада тұратын. Сол жаққа барамын деп шештім. Іштей үміттендім. Бәлкім жақсы жұмыс табармын. Бәлкім анам мен сіңіліме көмектесермін. Қолымнан келгенін істеп, тағдырдың маған берген ауыр жолымен алға қарай қадам бастадым. Үлкен әпкемнің үйіне келдім. Жездем полицияда жұмыс жасайды. Әділдіктің жолында жүрген жан деп ойладым. Бірақ өте жаман екенін кеш білдім. Әпкем оның айтқанынан шықпайтын сорлы. Жездемнен қатты қорқады. Неге мені үйіне тұрғызды деп өкінем. Бейкүнә мені сол бір жездем күнәһар етті. Келе сала жақсы жұмысқа тұрдым. Үлкен торговый центрде заттарды реттеу, шаңын сүрту, келген клиенттерге заттардың оңын көрсету, сол жерде алғашқы махаббатымды кездестірдім. Ол мені, мен оны қатты сүйдім. Екеуміздің керемет махаббатымызға бәрі қызығатын еді. Жұмыс жасап, кішкене аяққа тұрғасын оқуға түсемін. Сосын сүйген жігітіме тұрмысқа шығамын деп тәтті қиялға берілдім. Әттең, бәрі тек қиял болып қалды. Бірде жезде мені патрульдік көлікпен күтіп алды.
еш уақытта олай жұмыстан күтіп алмаған. Жігітіме ескертіп, жездемнің көлігіне міндім. Ол маған бір түрлі көзбен қарап, немене, жігітпен жүресің бе? Деп сұрады. Сәл ыңғайсызданып, иә. Ол маған тесіле қарап, сен онымен жаттың ба? Деп ұялмай сұрап жатты. Не дерімді білмей, сасқалақтап, жезде, менде не шаруаң бар? Деп ашуланып, көліктің терезесіне қарадым. Ол да менің сөзіме ашуланғандай көлікті жылдам жүргізіп үйге келдік. Үйге келсем ешкім жоқ. Жездем менен кейін үйге кірді. Әпкеңді іздеп тұрсаң, ол ауылына демалуға кетті. Енді бірнеше күн екеуміз түнде өткіземіз. Мейлі қыз бол, қыз болма, маған бәрібір ұнайсың, мендіксің, деп қасыма жақындап келді. Жолама, әпкеме айтамын, маған тиісуші болма, деп жылағым келіп барады. Полиция жездем сол күні астына салып алып қалағанын алды. Ертеңіне ешқайда шалмадым. Есік терезенің бәрін жауып жұмысқа кетті. Мен тек жылаумен өткіздім. Ол мені қорқытты. Шындық айтсам, жүретін жігітіме жала жауып, яғни мені сол қорлады деп түрмеге кететінін айтты. Ол өзінің қызметін пайдаланып, мені әбден қорқытты. Соның өзінде мен батылдық жинап, әпкем келген кезде шындықты айтып едім, ал жездем менен бұрын әпкеме ол қыз менен ақша сұрап жүр, ақша бермесең зорлады деп айтамын. Осындай жалған сөздермен сорлап кемді сендірген. Әпкем мені шашымнан сүйре бұрды. Албасты, ұялмайсың ба? Жап-жас болып мына түріңмен әр еркектің астында жатып жүргеніңе сенімдімін, деп айқайлап үйден қуды. Баратын жерім жоқ еді. Амалсыз ауылға бардым. Анам да маған сенбей ренжіді. Жоқ, қандай адамдар, жас қызды еркекпен тастап кетеді, зорлады десе, өзіңе жаба салатын қандай әпке, қандай ана. Полицияда қызмет ететіндер жаман іске бармайды деп айуан жездеме ешкім шаң жуытпады. Сонда мен екенмін, бұзылған қыз. Анам сенбегені үшін қалаға қайта келдім. Бұл жолы жігітіме келдім. Ол мені көріп, бірнеше күн не үшін жоғалғанымды сұрады. Батылдықпен барлығын айтып бердім. Ол мені қабылдай алмайтынын айтқанда, өзімді ең бақытсыз жан сезіндім. Жылаған күйі өз үйіме қайта келдім. Иә, бұл өмірден түңілдім. Мені жер еткендерден кек алу үшін тірі жүрдім. Бір күні менің де бағым жанар. Мен де бір күні олардың алдында басымды көтеріп, оларға тәкаппарлықпен қараймын деген оймен өзімді жігерлендіріп, өмірімді жалғастырдым. Үйде жүріп, қайғырамын деп 4 айдың қалай өткенін білмедім. Сол кезден бастап жүрек айну жиілеп кетті. Анам бірден жүкті екенімді біліп ұрысты. Ұрамын деп қол көтерген еді. Анамның қолынан ұстап, жетер енді. Мен ешкімнің астында жатпадым. Айуан күйеу балаң мені әпкем жоқта зорлады. Бала соның баласы. Сен бейді екенсіңдер, осы баланы туып тексертемін. Сол көзде көрсетемін. Кімнің қандай екенін білесіңдер деп айқайладым. Анамның үні өшті. Анама қарап, бәрі сендердің кесірлерің. Мен сендерге ақша табайын деп оқуды оқымай, әпкемнің үйіне бекер бардым. Өмірімді сендер құрттыңдар. Енді сендер үшін өмір сүрмеймін. Қарада тұр. Менің де қолыма байлық болады. Сол кезде сендерден ешқандай байланыспаймын, деп айқайлап жыладым. Анам әпкеме мені айтқан болу керек. Жездем екеуі өз үйлеріне әкелді. Ауылда атым шықпасын деген мақсатпен. Сен қыздың кесірінен анам ел жұртта өсек болатын болды. Бір жеріне ие болып жүрмейсің бе? Ішіңдегі баланың көзін құртасың. Қазір акушерге барамыз деп көлік ішінде сөйлеп келеді. Мен олардың өз шешімдеріне шынданып, баланы алдырмаймын. Сол баланы туып, қасыңдағы айуанды соттатам. Байыңның қандай айуан екенін көресің, деп тағы да айқайладым.
Міне, осы сөзім үшін жезде мені үйіне қайтарып жатыр. Өйткені ішімдегі бала өзінікі екенін біледі. Ең қиыны тағы да сол үйге барғаным бекер болды. Бармайын десем ішім шығып, ауылдағы көрші қолаңға өсек болудан қорықтым. Акушерге барғанда ешбірі түсік жасауға келіспей кеш екенін айтты. Уақыт өтіп жатты. Әпкем екеуміз күніге ұрсып қаламыз. Солай жүргенде толғағым қысып роддомға кеттім. Осы жерде әпкем емес, жездем келді. Тағы да өз қызметін пайдаланып, акушермен келісіп, мен босанған ұл баланы өлді деп қағаз жасатып, ол баланы өзгелерге бере салған. Мен соған сендім. Жүкті кезде әпкемнен таяқ жеген едім. Үнемі жылаудан, қиналудан көз ашпадым. Сүйдім деген жігітіме басқа қызға үйленгенін көріп қиналдым. Сол үшін ішімдегі бала өлі туылды деп ойладым. Бірақ ол қағаздарды тек мені сену үшін жасағанын мен білмедім. Бала шырылдап жыламады. Ішегі мойнына оралып, көгеріп шыққанын көрген соң өлді дегенге сендім. Қиналып толғақ қысқан кезде маған қол қойдыртты. Сөйтсем, баладан бас тарту қағаз екен. Бұл шындықты қанша жылдан соң ғана білдім. Бірақ бәрі кеше. Босанған соң қалжыраған тәнім мен қан жұтқан жанымды сүйретіп ауылға қайттым. Анам үнсіз қарсы алды. Әдеттегі жылы құшағы да, жұбатар бір ауыз сөзі де болмады. Екеуміз үнсіздікпен бетпе-бет қалдық. Ол менің көзімдегі мұңды көрді. Баладан айырылған азап жанымды шырқыратып, ішімді өртеді. Алғашында ол сәбиді ішімде жек көріп едім. Бар мақсатым жездемді түрмеге тығып, өзіме әділет іздеу болатын. Бала мен үшін де құрал іспеттеді. Бірақ уақыт өте келе жүрегімде бір өзгеріс басталды. Ішімде тіршілік бүлкілдеген сайын мені аналық сезімді танып, сол сәби арқылы қайта тірілгендей болдым. Сәбиімді қорғағым келді, сүйгім келді. Босанар сәтте ішімде бір ғана үміт оты жанып тұрды. Балапанымды құшағыма аламын. Оны ешкімге бермеймін, тастамаймын деп күттім. Әр минут, әр секунд соны армандап, дәрігерлерге жаутаңдап қарадым. Бірақ сәби келмеді. Қолым бос қалды. Кеудем бос қалды. Жүрегімнің төріне дайындаған орынды ешкім иемденбеді. Бала шетінеп кетті дегенде палата іші суып кеткендей болды. Әлсіз тәнім көрпеге оралса да жыламай қойды. Өйткені жаным мұз боп қалған еді. Арада 5 жыл зулап өте шықты. Баяғыдағы ауыл шаңындағы қалған бейшара қыздан із де қылмаған. Енді мен кәсіпкердің әйелімін. Кәсібі бар, жағдайы жақсы, өзімнен едәуір үлкен еркекке тұрмысқа шыққанмын. Үйім кең, табысы мол, қолымда байлық тұрды. Бірақ жүрегім әлі мұз. Сол мұз әлі жібімеді. Сүйе алмадым, құрметтей де алмадым. Жай ғана өмір сүруге көндім. Күйеуімнен бір қыз туып алдым. Әдемі, қылықты, күннің шуағындай қыз. Бірақ өзіме өзім таңмын. Сол періштеге де аналық мейірімді толып түгелмадым. Бір қабырғам үнемі бос. Мен баяғыда өзіме уәде бергенмін. Ешкімге тәуелді болмаймын. Туыстарыммен де қатынасымды үземін деп. Сол уәдемде тұрдым. Артымдағы жұртты, өткенді тастап алдыма ғана қарадым. Бірақ ішімдегі ыза, кек, баяғыдай қара дауылдай бұрқырап тұратын. Барлығын ұмыттым деп өзімді алдадым. Бірақ тағдыр мені қайтадан сынады. Бір күні күйеуімнің әпкесі келді. Өзінен 1 жас үлкен. Өмірден қажыған, үміті сөніп қалған әйел. Ажырасқан екен. Қолында 5 жасар баласы бар. Ағасына жалынып біршама уақыт баласымен бізде қалдырып кетуге келді.
Бейтаныс баланы баға аладыныма, бөтеннің аманатына жан жылуы табыларына сенбедім. Бірақ күйеуімнің сөзінен аса алмадым. Күні кеше ғана қызыммен ғана айналысып жүргенмен, енді 5 жасар бөтен ұлды да бағуға мәжбүр болдым. Үй ішіндегі тыныштық бұзылды. Қызым мен қайнепкемнің баласы төбелесіп қала береді. Бөтеннің баласына қараған сайын әлгі баланы жек көріп ұрып алатынмын. Қорғаныс жоқ сәби жылап-жылап ұйықтап қалады. Ол да әлі сәби ғой. Бала болғансын ойыншыққа таласып қалады. Бірақ мен оны түсінбедім. Білмеймін, сол баланы ұрып жылатсам жеңілдеген сияқты болам. Бар ашуымды сылтау етіп қайын әпкемнің ұлынан алып жүрген едім. Бір күні байғұс баланың мұрнына қан кетіп тоқтамай қойды. Мен ашумен желкесінен ұстап лақтырып жіберген едім. Қабырғаға соғып, мұрны даладай қанады. Әрі-бері мұрнын басып едім, тоқтамай қойғансын жедел жәрдем шақырып больницаға бардық. Сол кезде ғана бұл баланың куәлігін көріп таң қалдым. Ол баланың куәлігінде менің фамилиям жазылып тұр. Біртүрлі күйде болдым. Сол күннен соң бір нәрсе дұрыс емес сияқты болып, күйеуімнен тығылып, бір алтын әшекейімді саттым да ДНК тапсырдым. Ол баланы тексертемін деген сылтаумен үйден алып шығып, екеумізден де сынама алынды. Бір аптаны өткізе алмай әрең жүрдім. Қорытынды шыққан кезде медбике звондап хабарласты. Дереу жүгіріп барып, қағазды асыға қарасам, қайын әпкемнің баласы өз ұлым болып шықты. Не жыларымды, не күлерімді білмей, бір орында қатып қалдым. Маған өлді деп өтірік айтқандарын енді түсінгендеймін. Содан күйеуіме тағы да өтірік айтып, әпкем тұратын қалаға жолға шықтым. Роддомға барып, 5 жыл бұрын не болғанын білу үшін айқай шығардым. Басшылары қорқып, архивті ақтарып, өзім қол қойған қағазды көрсетті. Ешқандай арыз жаза алмадым. Жаза алмайтындай едім. Күйеуім тастап кетер еді. Қазір сол баланы өзім өсіріп бағып келем. Жасы 12-де. Бар махаббатымды арнадым сол балаға. Қайын әпкем басқа еркекке тиіп кетті. Жалынып жүріп, ол баланы өз қамқорлығыма алдым. Қайын әпкем бедеу екен. Бұл баланы бірінші күйеуі үшін асырап алған. Акушеркалармен келісіп. Екінші байға тигелі бұл баламен шаруасы болмады. Аллаға шүкір, өз балам қолыма келді. Бірақ шындықты айта алар емеспін. Мен оған бәрін беріп өсірсем де, іштей анасын сағынып, көздері шәутеңдеп, анам қашан келеді деп іздейтіндей. Бар шындықты айтсам, күйеуім мені тастап кетіп, баяғы өміріме қайта баратын сияқтымын.